Қайырлы күн достар. Бүгін мен Қордай ауданындамын. Қордай ауданының әкімінің орынбасары Меңдекеев Елдос Жылгелдіұлы. Жаттап алыппын. Бір-ақ рет оқыдым, өйткені кабинетке кіріп бара жатқан кезде ғана оқығам, былай оқыған жоқ едім отчетін. Енді негізі бүгінгі шыққан тікелей эфиріміздің басты мақсаты азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранттық қаржыландыру аясында Қазақстан Республикасы азаматтық альянсының тапсырмасымен қоғамдық бақылау жұмысын ұйымдастыру жобасы аясында біз бүгінгі таңда Қордай ауданынан сол гранттық қаржыландыру аясында сол Қордай ауданынан 3 объект нысанды алдық, қоғамдық бақылауға аламыз. Сол 3 объект нысанды 4 ай бойы ай сайын келіп, осылай тікелей эфир жүргізіп, нысанның басынан тікелей эфир жүргізіп, бірінші біздің осы маусым айында жоспарланған жұмысымыз осы кабинет арқылы кабинетте сол жұмыстардың басталуы және қандай объекттер бар екенін, нысандар бар екенін таныстыру. Енді қысқаша осы аудандағы құрылыс бойынша Елдос Жылгелдіұлы, не айтасыз? Құрылыс сіздерде өткен жыл 35 миллиард теңге бөлінді. Ол бітті. Биыл не бар? Биыл бізде өткенде тоже жұмыстар жалғастыруда. Былтыр бітпеген 3 нысан бар, мектептер. Олар биыл аяқталады. Алла бұйырса, жылдың оқу мерзіміне балалар оқу ниетіміз бар. Биылдық құрылысқа қанша миллиард ақша бөлініп жатыр? Биылдық құрылысқа 8 миллиардтай ақша бөлініп жатыр. Оның ішіне қазір бізде қанша ойнатылды? Ойнатылғаны қазір 5 нысан конкурс жобасы жүргізіп жатыр. Қалғаны қанша ақшаға ойнатылып қойды? Міне жұмысын бастады. Жұмысын бастаған Арал ауылда мектеп 720 миллион. Арал ауылында қанша адам тұрады? Арал ауылда 2000-дай жоқ адам тұрады. Қанша бала оқиды? Барлығы? Барлығы где-то 300-дей бала болады. 180 бала аз емес па ол жаққа? 2 смендік болғанда дұрыс болады ғой. 360 болады. Ол жақтың еще тағы бір үлкен проблемасы бар ғой. Ол жақта ғаламтор, интернет деген дүние қиын ғой. Интернет оның жүйесін жүргіздік олар. Енді интернет жүйесі мектепке де қосылады. И интернет құрылысы баяқталған кезде. Қордай ауданы Арал ауылында 180 орындық орта мектептің құрылысы басталмақ. Іске асырылу 2021-2022 жылдарға арналған. Сметалық құны 720 миллион теңге. Осы ол 4 қабырғадан тұрады. Тағы несі бар? Асханасы бар ма, спорт залы бар ма, несі бар? 3 блок болады. Bir blok, 2 учебный блок болады. Біреу спорт зал, столовый, арналасқан учительский, библиотека соны қарастырады. Одан сонымен қатар бір блок для трудов дейді ғой, для балаларды оқытады, несі. Ояқта станоктар болады, не болады, сондай еңбек кабинеті. Еңбек кабинет сояқта болады. Спорт несі болады, алаңы болады, спорт алаңы. Енді сіз білесіз, осы Қақпатас пен Сортөбеде 2 мектептің 2013 жылы соғылған мектептердің сапасыз соғылуымен жердің судың астына кетіп, ана жерде бір нелері қисайып, білесіз сіз оның жақсы жағдайын. Енді тура осындай жағдай Аралда болып қалмай ма? Оны қазір қадағалаудамыз. Сіз енді осы жердегі тура осы кезеңде басшылық қызметте отырып, сол ауылдың тұрғындарына, сол халыққа уәде бересіз бе? Сіз сол мектептің 10 жыл немесе 20 жыл мықты ешқандай ремонт көрмей, өте сапалы құрылыс жүргізетін туралы. Біз аудан тарапынан қадағалау жүргіземіз. Жөнінде мердігерлерге кемшіліктер болса, сояқтан Жоқ, сіз түсінген жоқсыз. Ондай нәрсені любой чиновник айтады. Енді сіз осы ауылдың тұрғынысыз ғой. Осы ауданның тумасысыз. Сіз осы ауданның әрбір тиыны мен әрбір тасына, жеріне жаныңыз ауырады ғой. Иә? Рас қой? Рас. Енді сол жаныңыз ауыратын сол 720 миллион ертеңгі күні анау Сортөбедегі Қақпатастағы мектеп сияқты қайтып осындай бір жақ шытынап кетпеуіне өзіңіз ер азамат ретінде, билік басында отқан шенеунік ретінде сіз уәде ете аласыз ба? Ете аламыз.
до конца тұрасыз. Ертеңгі күні 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін ана мектепте бір нәрсе болса, Елдос, сен осындайда уәде беріп едің десем, сіз өзіңіз соны көтеріп жөндеуге атсалысасыз ғой. Егер де бірдеңке болса. Бұл өзі біріншіден жаңадан келген формацияда билік басына келген жастарға тура осындай мақсат мүдде қою керек деп мен есептеймін. Өйткені өз ауылына өзі жаны ашымай басқа жақтан келіп 1-2 жылда отырып түк бітірмей кететіндер өте көп. Сол үшін де тура осындай азаматтар өздерінің жанашырлығымен, өздерінің уәде етулерімен жұмыс істеу керек деп білемін. Өйткені ол адамдар тура өздеріне, өйткені өздеріңізге беріп отыр. Өзіңіз қай ауылдың баласысыз? Мен осы Қордайда өскен, Қордайда тұрамын, бірақ негізі Жамбыл ауылы бар, сол жақта туып өскен. Жамбыл ауылы, жолда барамыз. Енді осы Қордай ауданы Қарасу ауылында дене шынықтыру және сауықтыру кешенін салу, іске асырылу мерзімі 2021 жыл, сметалық құны 377 мың. Бұл жұмыс басталды ма? Ол жұмыс басталған жоқ. Себебі бізге қаржы май айында бізге бюджеттен өтінім беріліп, бізге қаржы бөлінді. Қазіргі таңда конкурс процедуралар. Қанша уақытта құрылыс болады ол? Олар 7 айдың ішінде болады. Олар үлгереді ме? Жылына аяғына дейін. Оны өтпелі нелер құрылыс болады. Өтпелі болады ма? Соңғы кезде бұл 2021 жылы аяқталмай, өтпелі болып ауысады ғой. Ал мынау Қордай ауданы Сарбұлақ ауылы дене шынықтыру сауықтыру кешен құрылысын салу, іске асыру мерзімі 2021 жыл, сметалық құны 344 мың. Бұл да өтпелі бола ма сонда? Енді мерзімге байланысты қалай конкурс рәсімдер болады, ол негізі. Ол да өткен жоқ. Ол да қазір конкурста әлі мердігер анықталған жоқ. Қалай мердігер анықталады, сол бойынша келесі жұмыс жатып отырады. Оның құрылысының өз мерзімі бар. Мерзімі авторский правамен, немен, технадзормен белгіленген 5 ай, 10 ай, 12 ай деген секілді. Енді қалай келісімшарт қалай отырады, сол мердігер қояды ғой. Сол 7 ай болсын, 8 ай құрылысы бар ғой, сол мерзіммен істелетін жұмыстар болады. Енді алдын ала ол технологияға байланысты, мына жақта основном кейінгі сэндвич панельден болады. Негізі ол технология байланысты тез можно сократить срок строительства, увеличить механизм. Білеміз, Қордай ауданында кішкене орысша көп сөйлейді. Өйткені ана өзге ұлттар көп, басқасы көп. Егер де сізге орысша сөйлеу ыңғайлы болса, орысша айтыңыз ойыңызда, жасырмай. Поэтому срок строительства можно увеличить за счет того, что привлечение дополнительных механизмов, дополнительных увеличение количества персонала людей. И в связи с этим, что когда подрядчик определится, мы будем требовать его, чтобы он завершил вовремя, да? Вовремя. В год. Поэтому сейчас пока подрядчик не определился, мы не можем сказать. Как это сейчас определится подрядчик, соответственно, мы будем с подрядчиком работать, чтобы вовремя обеспечил поставку материалов и, соответственно, количество людей увеличил. Енді сізге осы 3 объект бойынша біз қоғамдық бақылау жүргіземіз. Уақытылы бастадыңыздар ма, бастаған жоқсыздар ма? Тез конкурстеріңіздің победителі анықталып, жұмысты бастап кетулеріңізден мен өте қатты сұраймын. Өйткені қанша дегенде бұл халыққа берілетін, сіздер ақшаны июньде қойдыңыздар ма, майда қойдыңыздар ма, январда қойдыңыздар ма? Ол халықты шыны керек. Ешқандай ода жұмысы жоқ, шаруасы жоқ. Өйткені халыққа дайын. Былай айтқанда мемлекет қызметшілері қызмет ету керек халыққа, сол қызметтің толықтай дұрыс берілуіне бәріміз былай айтқанда жауапты және өте жауапкершілікпен жоғары қарауымыз керек деп есептеймін. Енді сізден осы бүгін күннен бастап осы 3 құрылысқа қоғамдық бақылау жүргізетініміз туралы ашық сізбен келісімге келдік деп ойлаймын. Осыны келіп тікелей эфирде алдағы уақытта біз түсіретін боламыз. Қандай материалмен түсіріп жатыр, қандай немен түсіріп жатыр, қандай подушканы қойып жатыр, қандай фундамент қойып жатыр, қандай блок әкеліп жатыр, олардың құрылыс материалдары жетіп жатыр ма, ішінде қазағы бар ма, қырғызы бар ма, түрігі бар ма, Қазақстанда жасалған ба, жасалмаған ба деген нәрсенің бәріне тікелей эфирде бірге атсалысасыз деп сенемін. Соған қолдау білдіресіз бе? Білдіреміз. Міне енді өздеріңіз тікелей эфирде естідіңіздер. Қордай ауданының әкімінің орынбасары қоғамдық бақылау жүргізуге толықтай қолдау білдіреді. Рахмет.